Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бүгін қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүр күні. Қазақ халқының өзіне тән ешбір қайталанбайтын салт-дәстүрлері бар. Соның бірі де бірегейі тұсау кесу. Тұсау кесудің маңызы өте зор. Дүниеге шыр етіп келген сәбидің алғаш аяғын тәй-тәй басып, қадам басып келе жатқанда, ел алдында беделі бар, арнаулы, танымал, жүйрік, жүрісі ширақ, сондай адамдарға тұсауын кестірген. Қазақтың данышпандылығы ежелден келе жатқан дана данышпандарының бүгінгі күнге жеткізген қазақтың салт-дәстүрлері тұсау кесу. Тұсауды 3 түрлі затпен кеседі. Тұсауды ала жіппен, оқ шекпен және көк шөппен кеседі. Дүниеге келген сәби өмірдің ақ пен қарасын, тіршіліктің қайшылығында ақ пен қараны ажыратып жүрсін деген ниетпен ең бірінші баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Қара жіппен ақ жіптің иіріліп кесілген ала жібімен кеседі. Ала жіптің маңыздылығы зор екенінің тағы бір мысалы. Кезінде билер дау шешкенде сонда жиналған адамдар арнайы ала жіпті керіп ұстап тұрады екен. Өмірдің ақ пен қарасын, даудың дұрыс шешілуін осы ала жіптің көрініп тұруындай дауды анықтап шешсін деген мақсатпен ала жіпті керіп ұстап тұрады екен. Билер соған қарап өздерінің шешімдерін айтқан. Баланың аяғына жіпті күрмеп байлайды, екінші аяғына сегіздікпен күрмеп байлайтын. Баланың жолы ашық болсын деген мақсатпен алдынан кеседі. Өлеңде де айтылғандай, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін, тәй-тәй балам, қадам бассаң мәз болам деп айтқандай жетектеп шашуын шашып, үлкендер сол жерде бата берген. Тұсау кесіп болғаннан кейін баланың алдына домбыра, кітап, қамшы, әртүрлі нәрселерді ырымдайды. Бұл жақсы ырым, бұның ешқандай артық кемшілігі жоқ. Қадамың таудай болсын талабың, қазақтың инабатты қызы болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, дастарқанымыз жақсылыққа жайылып болсын, денсаулығымыз зор болсын.